Шығанақ Берсеев, қазақ халқының атақты тарихшысы, ерен еңбегімен елге танылған еңбек ері. Ол шөлейтті аймақтың күрделі ауа райына қарамастан 1 гектар жерден 201 центнер тары жинап, әлемдік рекорд жасаған. Ұлы Отан соғысы жылдарында Шығанақ Берсеев өз табысынан әскери ұшақ жасау үшін мемлекеттік қорғаныс қорына қомақты қаржы аударып, нағыз отансүйгіштіктің үлгісін көрсетті. Біздің мектебіміз Ақтөбе облысы Ойыл ауданына қарасты аудан орталығынан шамамен 20 шақырым қашықтықта орналасқан Қаратал ауылында орналасқан. Мектеп 1976 жылы ашылып, ел тарихында өшпес із қалдырған даңқты тұлға Шығанақ Берсеевтің есімімен аталады. Қаратал ауылында Шығанақ Берсеевтің атына берілген көше бар. Сол көшеде еңбек ерінің еңселі ескерткіші орналасқан. Бұл өскелең ұрпаққа еңбекқорлық пен отансүйгіштікті дәріптейтін тағылымды тәрбие ошағы. Сонымен қатар мектеп жанында шалғай елді мекендерден келген оқушыларға арналған мектеп-интернаты жұмыс істейді. Интернатта оқушылардың жайлы тұруы мен сапалы білім алу үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған. Мектеп тарихын үңілетін болсақ, білім ісінің үздігі төсбелгісінің иегерлері, білім және ғылым министрлігінің құрметімен марапатталған ұстаздардың білім берген ордасы, орыс тілі кабинеті, білім беру ісінің үздігі, шебер ұстаз Шахметова Халима Нарман қызының есімімен аталады. Қазіргі кезде зерттеуші, сарапшы мұғалімдердің сапалық үлесі 39% құрайды. Олар көптеген кәсіби байқаулардың жүлдегерлері. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің мұғалімі Оразғалиев Едіге, Кеңес одағының батыры Панфилов төсбелгісімен марапатталған. Информатика пәнінің мұғалімі Исаева Дина, педагогикалық пәндік олимпиаданың жүлдегері Максимова Гүлден Әбілқайырқызы, Берсеева Мейірім Ерболысқызы, облыстық үздік педагог байқауының жүлдегерлері Мақсұт Қаламқас, облыстық үздік педагог байқауының қатысушысы Максимова Ибрашева Жұмабаева, облыстық педагогикалық идеялар панорамасы байқауының жүлдегерлері. Мектебіміздің басты мақтанышы білімді де дарынды оқушылардың жетістігі. Соның айқын дәлелі жыл сайын артып келе жатқан алтын белгі иегерлері. Бұл жоғары көрсеткіш оқушылардың табанды еңбегі мен ұстаздардың сапалы білім беруінің нәтижесін көрсетеді. Атап айтқанда 2020-2021 оқу жылында Ықылас Володя, Байқадамова Дана, Мырзағали Тұрар, Саламат Ақтұрқа, Медетова Назерке. 2021-2022 оқу жылында Кенжетай қызы Асылзада, Серікқали қызы Анаргүл. 2022-2023 оқу жылында Саламат Ақмарал, Байтүрке Ақниет. 2023-2024 оқу жылында Амантай Жарқын, Күртекова Алина, Қаратай Бекнар, Рахматулла қызы Қарақат. 2024-2025 оқу жылында Ертемірова Ақжүніс алтын белгі иегері атанды. Бұл көрсеткіш оқушылардың білімге деген құштарлығының айқын көрінісі. Бұл жетістіктер мектебіміздің абыройын арттырып, келешек ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. 2021-2022 оқу жылында Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде мектептердің 11-ші сынып оқушылар арасында ұйымдастырылған ғылыми жобалар байқауында мектебіміздің оқушысы Серікқали Анаргүл Серікқалиқызы химия пәні бойынша жоғары нәтиже көрсетіп, Жұбанов грантының иегері атанды. Бұл жетістік оқушының ізденісі мен ғылымға деген қызығушылықтарының, табандылықтарының айқын дәлелі. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық деңгейінде оқушыларымыз жоғарғы нәтижелер көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. Биология пәні бойынша 2-ші дәрежелі дипломмен Рахматулла қызы Қарақат, информатика пәні бойынша 2-ші дәрежелі дипломмен Бақсыйықов Рустам, химия пәні бойынша 2-ші дәрежелі дипломмен Амантай Жарқын марапатталды. 2023 жылы осы олимпиадада биология пәнінен қола жүлде иеленген Рахметулла қызы Қарақат ауыл мектебінен шыққан білімді де талапты оқушының үлгісін көрсетті. 2025 жылы ауыл мектептерінің оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадада тарих пәнінен қола жүлдегер атанған Амантай Мадияр табандылық пен терең білімнің айқын дәлелі. Мектеп түлектері жыл сайын грант иегерлері атанып жүр. 2020
2022-2023 оқу жылында 7 оқушы, 2023-2024 жылдарында 10 оқушы, 2024-2025 оқу жылында 3 оқушы республикамыздың түрлі жоғары оқу орындарының грант иегерлері атанды. Инновациялық білім беру бағыты аясында мектебімізде тәрбие жұмысының сапасын арттыруға бағытталған, сондай-ақ психолог мамандарға арналған аудандық семинарлар жоғары деңгейде ұйымдастырылып өтті. Бұл шараға педагогтардың кәсіби тәжірибесі алмасуына, заманауи әдіс-тәсілдерді тиімді қолдануына зор мүмкіндік берді. Сонымен қатар мектеп ішінде мазмұнды да мәнді апталықтар өткізілді. Атап айтқанда, эстетикалық ойлау, заманауи көзқарас, білімге бастар жол, тіл мен тарих бірлігіміздің тағылымы, сабақ бастауында жасанды интеллекттерді пайдалану тақырыбындағы апталықтар оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, білімге деген қызығушылықтарын арттыруда. Аталған іс-шаралар мектебіміздің инновацияға ашық, тәрбие мен білім қатар дамытатын заманауи білім ордасы екенінің айқын көрінісі. Мектебімізде белсенді жұмыс атқарып келе жатқан қоғамға қызмет еріктілер тобы қоғамға пайдалы игі істерімен үлгі көрсетуде. Қыс мезгілінде ауыл көшелерін қардан тазалап жүрген азаматтар еріктілер тарапынан ыстық шай мен дәмді бәліш таратылып, еңбек адамдарына құрмет пен қамқорлық көрсетілді. Сонымен қатар еріктілер тобы мектеп ауласын көгалдандыру мақсатында ұйымдастырылған Жасыл мекен челленджінде белсене қатысып, мектеп ауласына талау тұрғызды. Бұл бастама қоршаған ортаны қорғауға, жас ұрпақты табиғатты аялауға тәрбиелеуге бағытталды. Бұдан бөлек қоғамға қызмет еріктілер тобы ауылдағы аз қамтылған және көп балалы отбасыларға ерікті түрде азық-түлік таратып, әлеуметтік қолдау көрсетті. Осындай игі істер арқылы еріктілер мейірімділік, жанашырлық пен қоғамға қызмет ету құндылықтарын дәріптеп келеді. Мектеп ұжымындағы ынтымақтастық пен достық білім ордасының табысты жұмысының басты негізі. Мектебімізде атаулы мерекелер мен маңызды күндерге орай барлық ұжым мүшелері бірлесе отырып, мазмұнды да тәрбиелік мәні зор шаралар ұйымдастырылуда. Ұстаздар, қызметкерлер мен оқушылар ортақ мақсат жолында бірлігін көрсетіп, әрбір мерекелік іс-шараны жоғары деңгейде өткізді. Бұл шаралар ұжым арасындағы өзара сыйластықты нығайтып, достық пен қарым-қатынасты арттыра түсті. Осындай бірлік пен ынтымаққа негізделген жұмыстар мектебіміздің ұйымшыл, тату әрі берекелі орта екенін дәлелдеп, мектебім менің мақтанышым деген асыл ұғымды айқын көрсетті.